Жақында Қырғызстан президенті Садыр Жапаров әлеуметтік желіде қазақ пен қырғыздың достығы туралы лебізін білдірді. Шын мәнінде біз тамырлас, тағдырлас бір туған жұртпыз. Қиындықты бірге еңсеріп, қуанышты бірге бөлісіп, қилы заманның бәрінен бірге өтіп келеміз. Ұлы Абай, еш қазақ, қырғыз бен қазақтың бір тұқымдас екеніне таласпайды деген. Мұхтар Әуезов, Манас жырын идеология құруынан құтқаруға ерекше еңбек сіңірген. Молда Қылыш пен Шыңғыс Айтматовқа өз бауырындай араша түскен. Бұл екі елдің ерекше жақындығын және жанашырлығын айқын көрсетеді. Шыңғыс Айтматов шығармаларындағы оқиғалар және кейіпкерлер қазақ жерімен тығыз байланысты. Алатаудың бөктерін қатар жайлаған егіз халық болашаққа бірге қадам баса береді. Мен бұған кәміл сенемін. Біз басқа да бауырлас елдермен, көрші мемлекеттермен қарым-қатынасты осындай деңгейде жалғастыруымыз керек. Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровтың екі елдің бір туғандығы туралы білдірісі туралы айтты. Бүгін 27 апрелде Қазақстан Республикасының басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан елінің ассамблеясының 23 сессиясында сөйлеп жатып, Қырғызстанның президенті Садыр Жапаровтың екі елдің бұзылбас бір туғандығы туралы жазғанына тоқталды. Жақында эле Садыр Жапаровтың қырғыз-қазақ елдерінің бордоштығын даңазалаған ыры чықты деп баштады сөзін Ақорданың басшысы. Улуу ақын Абай айтқандай, қырғыз менен қазақтың теге жалпы екендігін ешкім талаша албайды. Мұхтар Әуезовтың қырғыздың улуу эпосу Манасты елге жайылтууда салымы чоң. Молдо Кылыч менен Чыңгыз Айтматовқа өз бір туғанындай мамиле кылган. Анткени дүйнөдө бири-бири менен мынчалык тыгыз байланышта болгон башка элдер жок, деди Казакстандын президенти. Эске салсак, Садыр Жапаров 26 апрелде Facebook баракчасына Казак-Кыргыз арасы аттуу ырын жарыялаган. Ырдын сөзүнүн автору Кыргыз Республикасынын эл акыны Акбар Рыскулов, музыкасын Казакстандын эл артисти, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Алтынбек Корозбаев жазган. Кыргыз менен казактын жакындыгын даңазалаган ырларды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Нуралы мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт унаалар кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен, жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. 5 пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7937 762 37 30. Кыргыз менен казактын жакындыгын даңазалаган ырларды, уламыштарды көп уктум. Бирок бул ыр өзгөчө. Андай эки элдин ажырагыс туугандыгын, тамырынын биримдигин даңазалайт. Сөзү кыргыздыкы, обону казакча. Казак менен кыргыздар эзелдеден кыйынчылыкты бирге жеңип келген тектеш эл деп жазган Садыр Жапаров. Кыргызстандын башчысы ошондой эле кыргыз-казак бордоштугу түбөлүктүү болсун деп кошумчалады. Касым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровтун эки элдин бир туугандыгы тууралуу жазган постуна токтолду. Bir bolup saldı sanası, bir bolup toğsu taması. Almanın iki şağından Almadı Bişkek kalası. Almanın iki şağından Almadı Bişkek kalası. Almadı Bişkek kalası. Bir bolup tutkan namazı, bir bolup jutkan abası. Komşulaş malkaşısı gül, gözündün iki karası. Bir tuğan kazak kırgızdır, bekindey versin arası.
Қазақ пен қырғыз арасы Kırgız ben Kazak arasın